Аудан әкімі қандай болса, ауданда сондай болады деген сияқты. Енді жұмыс істеу керек. Әрине бірден ешнәрсе болмайды, бірақ біз осыны қолға алып отырмыз. Күннен күнге бізде дұрысталу керек. Жыл 12 ай, 1 жыл емес, 2 жыл емес, 10 жыл, 20 жыл өтеді. Осы талапты біз әрбір әкімге, тұрғындарға қойып отырамыз. Сондықтан сіздерден өтініш, сіздер де осыны көшелеріңізде, әріптестеріңізге, көршілеріңізге бәріне айтып жүріп, тазалап жүрсеңіздер. Қазір бастайтын уақыт келді. Өйткені басқа көршілерге баратын болсақ, енді көзін ұялады дейді ғой. Жылан жалағандай бәр нәрсе тап-таза. Инвесторлердің, бана туристердің бәрін айтатын сол, қандай керемет бұл деген мінезін, былайша айтқанда мәдениетін көрсетеді халықтың. Сондықтан осы жерге келеміз деген сондай айтып жүргендер де бар. Олардың біреуі көрші мемлекетіміз, мен өзім сол жерде жұмыс жасағам. Қалай жұмыс жасап жатқандарын да білемін. Ол жерде тазалай берсең, тек тазалаумен ешқашан жұмыс бітпейді. Оны сырттан әкеп тастайтын ешкім жоқ, сол өзіміздің тұрғындар. Соны тастамауға үйрету керек. Тастаса да, оны арнайы жерге немесе арнайы күндер шығарып, сол орындарға жеткізу керек. Ал қазіргі таңда бізде бүкіл облысымыз күл-қоқысқа толған. Былтыр біз спутникпен түсірдік, 414 ба мынандай стихийный свалка жасап тастап машинамен апарып. Оны тазалап, ДВД-ні көтеріп, прокурорды көтеріп тазалап шықтық. Кейін жарты жылда бір рет түсіреміз аэрокосмо снимоктарды. Оған түсірсек, дәл сол жерге тағы да төгіп кеткен ғой. Өлекселер тастаған, тағы басқалар тастаған, енді қараусыз қалған. Енді оларды ертең күн біздің балаларымыз көреді, бұл осындай орта дұрыс екен деп, олар да үйренеді. Бана инвесторлеріміз көреді, мынау не деген сұмдық деп, олар шошиды. Бұндай тұрғындармен, бұндай азаматтармен қалай жұмыс істеуге болады деп. Туристеріміз ол қашады. Ертең күн тек өзіміз қаламыз.